Саламатсыздар. Бүгін біздің жасайтынымыз капустадан жасалған корейский салат. Өте тез жасалынатын және қолда бар заттардан жасалынатын тағамдардан қолда бар салат. Міне есік алдына қонақ келіп қалған күнде де өзіңіздің жай ғана тамағыңыз, дастарханыңызға жасасаңыздар да, кешкі тамаққа да қонақтың дастарханының да сәнін алатын, сәнін келтіретін салат бұл. Түрі де әдемі, дәмі де өте тамаша. Міне керек заттарды көріп тұрсыңыздар. Сәбіз, қияр, бір огурцы, болгар перці жартысы кетеді, бір көк пияз. Міне капустаны осындай етіп, 2-де 2, 1,5-да 1,5 етіп турап, міндетті түрде арасын ашасыздар. Тұз бәрі арасына сіңу керек, сонымен әдемі болады, дәмді. Осылай етіп турап арасын ашып аламыз. Тұз себеміз. Тұзды көріп тұрғандарыңыздай бірді етіп сеуіп шығамыз. Бәр жеріне тұзды, қантты тию керек. Осылай етіп, мынау қант сеуіп жатырғаным көріп, осылай сеуіп шығамыз. Одан кейін дәмі келмесе тұзды салуымызға бар. Уксус 70%, 9%, 6% уксус керек жоқ. 70%. Кішкентай тесіп қоямыз, ол иіс шықпайды, бірақ қолданғанымызға ыңғайлы. Осылай етіп, бәр жеріне уксусты сеуіп шыққаннан кейін чеснок. Чеснок менде 1,5, бір үлкен чеснок және бір кішкентай чеснок менде. Соны саламыз, одан кейін дәмін көруімізге болады. Пакетпен қолымызға мешок киіп қана араластырамыз, қолғаппен емес, езбейміз, жай ғана араластырамыз. Маған чесногы мен тұзы сәл аздау болды. Тұзы, чеснок, уксусты қостым, көргендеріңіздей. Енді маған бәрі тура болып жетті. Енді огурцы. Огурцыды мынандай етіп, қиғаштау етіп, ірі етіп тураймыз, әдемі көрінеді салатымыздың ішіне. Сәбізді корейский терка дейді ғой, содан өткізіп аламыз. Перецті де осылай қиғаш турастан салаттарыңызға әдемі көрінеді. Енді көк пияз. Көк пиязды турағанда осылай қиғаштау өтіп турасаңыздар, қай салатқа болса да өте сұлу көрінеді. Көріп тұрсыздар ғой, әдемі болып салаттарыңызда әдемі болып тұрады. Міне, мынау кинза, свежий кинза. Оны салмасаңыздар да болады, егер қаламасаңыздар, бірақ басқаша әдемі дәм береді. Осылай араластырып аламыз, сұйық май құямыз. Сұйық майды суықтай құямыз, ысытпаймыз. Сол күйі құямыз, иісі жоқ сұйық майды. Чеснок маған азғантай болды, чеснок салдым, тұз салдым кішкене. Сосын тағы да осылай етіп араластырып, бетіне кунжут себеміз. Кунжутты сепкенде өте әдемі дәм береді. Осылай тарелкаға салып, әдемілеп қоясыздар. Өте қандай дастархан болса да, қандай мерекелік дастархан болса да сәнін келтіреді. Дәмі де өте дәмді, тез жасалынатын салат. Қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма жазылмағандарыңыз болса, жазылып, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кеттіңіздер. Өте тез жасалынатын дәмді салат жасаңыздар.